Өнерден қуат алмаса тіршіліктің шырағы өшеді деген Мұхтар Әуезов. Әкем театрында қара қойылымның премьерасы өтпек. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған туындының театрға асыққан көрермендер үшін маңызы қандай? Бұл туралы алдағы репортажымызда толығырақ баяндаймыз. Абайдың қара сөздері негізінде жазылған спектакльде жалғыз кейіпкер бар. Ол Абай. Күлтөбенің басында күнде жиын дегендей, режиссер Абайдың сан түрлі кемел ойларын Тұңғышбай Жаманқұлов бастаған 35 актердің диалогы арқылы жеткізеді. Абай елінде тұратын халықтың өзінше бір мінезі бар десек, көрермен қауымды сахна шеберлері сол мінезімен қауыштырды. Режиссер Жұлдызбек Жұманбайдың айтуынша, спектакльдің қара деп аталуының өзіндік себебі бар. Ел ішінде әулие ағаш аталып, қадір тұтатын ағаштар жетерлік. Ағашты символ қылып алдым. Абайда сондай құшағымыз жетпейтін діңгегіміз. Бір жағы хакімнің қара сөзінен құрастырылған дейді. Бұл жердегі қойылымда қазақты жамандау, қазақты бір Абайды айтамыз ғой кейде, Абай ой қазақты сынай берген Абайдың немен. Жоқ, ол сынамаған, қазақтың рухын оятқысы келген ана сөздермен. Мен бұл қойылымда да сол нәрсе болды менде. Премьерамыз жақсы болған сияқты, көрерменнің ықыласы өте жақсы. Жұлдызбектің ойынан шықтық деп те ойлаймыз. Өйткені Жұлдызбектің бұл жұмысты алған кезінде бастапқы өзінің ойы нақ болды. Көрермендердің ықыласынан, олардың жаңағы спектакльді қабылдауынан демінен ақ түсінгеніміз, ертең осы шектеулердің бәрі алынып, студенттердің бәрі Алматысына қайтып келгенде, тіпті бүкіл Қазақстандағы өсіп келе жатқан жас буынға Абайдың дүниесі, жалпы қазақтың дүниесі турасындағы бір жағы философиялық, екінші жағы сахналық көркем тамаша туынды болды ғой деп есептеймін. Іштей қара сөзінің қуаттылық пен тереңдік мағынасын беретініне мән беріп, оған сахнадағы қойылымның бүгінгі күнмен ұштасып жатқанын қостық. Иә, қарадық, дәлірегі қаратты. Абай Құнанбайұлының қара сөздерінен, өзінің ірі туындыларынан қойылған Жұлдызбек Жұманбайдың қара спектакль премьерасы өте сәтті, тамаша өтті деп есептеймін. Абай атамыздың бүкіл өзінің халыққа жеткізгісі келген ойын осы қойылымда әдемі актерлардың шебер сомдауымен, режиссердің өте тамаша ұтымды шешімдерімен халыққа жеткізе білді. Бүгінгі премьераға жиналған көрермендер өзіне үлкен бір әсер алып, Абай атамыздың шығармаларына, жалпы айтайын деген, халқын айтайын деген ойына жаңа бір қырынан қарап, сондай бір тебіреніспен, толғаныспен өткен тамаша қойылым болды. Жалпы қойылым ұнады. Ой салып десек болады. Оразақын Асқар деген ағамыздың бір өлеңінің шумағы есіме келіп тұр, осы жаңа қара сөздерді көріп шыққаннан кейін. Әр сөзі тұр кеңесуге шақырып, әр жолы бір таптырмайтын тақырып, ақыл кені алдыңдабай тұрғанда ұстаз деп қайтесің бас қатырып. Гүлвира Асқарқызы, Жасұлан Наурзәлі, Адырна ұлттық порталы.